Қайсы жеңем? Жақсы. Мен жұмысқа бара берейін, я? Бара ғой, балам. Бүгін Адик түсіме кіріп. Жағдайы не болып жатыр екен? Барып қайту керек еді. Ақша да жоқ. Сенің жиған тергенің бар ма? Бұйырса барып қайтамыз ба? Бір күндік емес. Алыс жол. Оның үстіне мен де біраз жұмыс істеп ақша табайын. Мам, уайымдамаңызшы. Жарайды. Бәрі жақсы болады. Шайыңды іше ғой. Адик мойын алып кеткенмен, менде мойында қарызы бар. Сен алаңдама, өзім көмектесіп тұрам. Ақша жағынан тіпті уайымдамасын. Ағаңа барған кезде осыны айт. Сөзбен айтуға оңай. Керек кезде секіріп кетпесін кім кеп. Беко, мен ешқашан сөзден секірмеген. Уәде бер. Алло. Беко, сенсің бе? Қалай жағдай? Жағдайдан хабардар шығарсың. Телефон алмайды дейді ғой сен. Адик хабарласты ма не? Өстіп, өтірік әртіс бола қалғанын қашан қоясың? Әлде телефоныңа хабарласқан звоноктарын санап берейін ба? Братишка, сен неме дүкеңдеп тұрсың, Жауап берейін ба, бермейін ба, өз шаруам ата? Мадияр, артық кетіп тұрған жоқсың ба? Әлде сөз бергенді ұмыттың ба? Шигул, сен маған ақыл үйретпек қой, жарай ма? Жарай ма? Шигул, сен не азутсың шығайын деген ба не? Не дікеңдеп жүрсің сен?
Базардағы қатындар ұқсап сенімен салғыласып тұратын уақыт жоқ. Адикке ақша бересің ба, жоқ па, соны айтшы маған. Оған карта ойна деген мен ба не? Әркім өз ісіне жауапты аты. Адик отқан кезде әңгімең басқаша болатын, Мадияр. Оған оның проблемасына мен қатысым қанша? Грефке жинаймыз дедің, бір секірдің. Ешнәрсе деген жоқ. Сөз бердің ба? Немене көйтім ауырды деп салғыласып тұрсың менімен? Шық! Мико. Чай, жігіттері. Мико! Шеш десін. Адик, Адик, сен үшін отыр. Сенің тірліктерің үшін. Бәрін түсініп жатырмын. Бәрін жинап Ақша қайда? іздестіріп жатырмын. Тауып беремін, екі есе қойып беремін, Мико. Керек емес, Мико. Шалмасаң, шылдырма. Өткен үйді өртеп жібереміз аурадан? Керек емес, Мико, тауып беремін барлығын. Мико, керек емес. Көргенде амандасып жүр. Керек емес, жігіттер қойыңдар, керек емес. Мико қойыңдар, дестен деп атыңдар. Ассалаумағалейкум, братан. Уайымсалам. Не болып түрлерін әбіш кетті. Адиктің жағдайын естіген шығарсыз. Көмек керек. Естіген. Кеше маған хабарласқан. Енді братишка шынымды айтайын енді. Оған қазір жағдай жоқ. Түсінесің ғой? Жарайды, братан. Өзім бір амалын табарым. Хорошо. Маған кредит бермей. Маған да қыз келді. Әсет? Сен машинаны сатайық та? Машина сата алмаймыз. Машина әкем атында.
енді не істейміз, бір амалын тауып ақша табу керек. Тез ақша табудың жолы жылқы немесе шөп. Жылқы дейсің ба? Осы ауылдың шетінде бір үй бар. Соған барып көрейік. Тоқташ. На поворот қой. Точно? Осы. Бұрылышқа. Ат қорасы қайда мынан? Итті көрдіңдер ма? Мико, дым түсінбедім. Мақұл, дуалдан асып кіруін кіреміз. Сосын қалай шығамыз? Бізге ана иттің аузын жабу керек. Ешкім байқамай қалады сонда. Қорықпаңдар ше. Кім істеді? Сен. Сен? Иттің аузын жоқ жей ба? Бір-ақ атпа не? Не істеп жүрсіңдер? Біз... Сенің атың кім? Атымды сұрауға келдің бе? Әлде ұрлауға ма? Мен... Қызым, не болып жатыр? Мысықтар пайда болып. Қуып жібердім. Бәсе, жаңағы иттердің ұрысы жаман еді. Біз олардың бір екеуі шайнап тастаса, дұрыс болар еді. Ой, мына ат көшір ғой.
Ассалаумалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Не шаруа? Ақыл сұрай келдім. Өзіңіз білесіз ғой. Әлгі Бала, басыңа бәле тілеп қайтесің, а? басқа амал қалмады. Қиналып кеттім. Өзіңіз бір амалын көрсетсеңіз. Не күн туды? Ақылымды тыңдасаң, осы жерден тоғара қой. Әлде үйленейін деп жүрсің бе? А? Кейін түсінесіз аға. Маған бастысы қай жерден қалай жинау керек екенін айтсаңыз, қалған. Сосын аға, бір өтінішім. Ешкім білмей қойсыншы. Ағаң артынан кеткін келмесе, осы жерден қоя сал. Адиктің әлегі қосу. Әйтпесе нем бар? Аға, карточный долгты уақытында қойып бермесе не болады? Бауырыңнан айырыласың. Ең бірінші қауіпсіздігіңді ойла. Қазір даланың бәріне камера қойып тастаған. Аспара жаққа барма. Қара адырға бар. Сол жерде үлкен жыра бар. Сол жыраны өрлей берсең, шайқалып тұр ғой жарықтық. Әлің жеткенше жина. Қомағайланба. Ұқтың ба? Аман есен орал. Өзім өткізіп берем. Общий салам. Арал, братан, я могу 100 грамм Герыча и 50 грамм душевного ручника с воли затянуть. Ручник 50 грамм на общее отдам. У нас Герыча со 100 грамм 30 тоже на общее пойдет. Мужики кайфануть хотят. Арал. А мужики в курсе, что химия домой не заходит. А за 50 грамм от всего воровского, от души в душу, через отдушину, душераздирающий душевному человеку рахмет. Затянешь через Путина. Все, путем. Братан. Киля, что непонятно? 50 грамм решишь. А за химию общелагерная оговорка была. Давай иди, не болей. Ешкім көзіне түспей, сағат 5-тер шамасында ауылдың сыртында жиналамыз. Жақсылап дайындал алыңдар.
Мен мотоциклмен келем, сендерді іліп кетем. Түсіндің ма? Сағат 5-те. Түсіндім. Кешікпеңдер. Әкел, су құйып берейін. Әуре болмай қой, жеңге. Болып қалдың ба? Мына жерлерін сабын кетпей ұрды. Қолдарың майдай жатып барады. Қыздардың саусағын ұшыда тимеген ғой ма денеге? Қытығын кеп тұр. Жеңге, сен де айтасың. Қайдан білесің? Тиген шығар. Денен бір ете қалды, сезбеді дейсің бе? Қайда жиналдың? Қыздарға? Мен сенің орында болсам, орақпен орып, үрімдей қыздарға қырғыдай терем. Әттең, тормазсың сен, тормаз. Көрерміз. Неге сонша қарадың? Көрсетеме саған! Сонымен бабақтар көріш, 3-4 бала болып түсіп ойлыға. Сонымен 7 жыл мағап кетті ғой. Енді ол кезде таныспен үш әкетіп 7 жыл ақ. Сука! Жап, кесіп жап, шоқта. Ей! Аш! Енді жетпеген осы еді.
өсіп кетті аға. Мұздай көже болса. Енді алып алмадың ба? Мақсат аға. Иә. Ағаштың түбінен есіңізде ме? Иә, есімде ғой. Ассалаумалейкум аға. Жайда болдың. Районда қасиет досым келін түсірем деп соның шаруаларымен жүрдік. Қыз көнбеді, бірақ қайтып апарып тастады. Жолдарың болмаған екен ғой. Жақсылап тыңда. Аған құсап анашымен ұсталып. Жоқ. Тоқташы. Жалғыз шешең не ойламайсың, а? Түрмеде шірігің келмесе, көтіңді қысып тыныш жүр. Алло. Я тек іздеп жатыр. Табылар емес. Таппасам маған не болатынын білесің. Срок жақындап қалды. Басыңа неше түрлі бәле іздемей тыныш жату керек еді сол үшін. Аз уақыттың ішінде сонша ақшаны қайдан тап дейсің маған? Ебін тапсаң, бие түгіл түйені табасың, табай іздеші. Адик, не болса о болсын, табылмайтын ақша бәрібір табылмайды. Мен енді іздемеймін де. Шаршадым. Мен де өмірім бар, біле білсең. Бауырым, білесің ғой, мен сенен басқа ешкімім жоқ.
Барынша тездетші, Мико. Жарайды. Сен не тығылып темекі шегетін шығарасың ба не? Өмір сүрсең, жігітше өмір сүрсейші. Не мынау? Шек. Жігіт адамда жасыратын құпия болады. Бірақ тығылып іс қылма. Түсіндің бе? Жыламай.
Мадияр ма? Жігіттер, ешкім бір шаг артқа шегінбейді. Бәрін мен айтқан бойынша жасайсыңдар. Нурик, сен қой тауып алып кел. Қой дейсің ба? Үйдегілерге не айтам, братан? Жап аузыңды. Қайдан табасың? Қалай сұрап аласың? Ол сенің проблемаң. Мен айтқанымды істе. Время проходит, Адик. Бабло вовремя не поставишь. Базарить по-другому будем. Дай ему позвонить. Алло, Мико. Не істедің? Ақша дайын. Адамдары ертең келе берсін. Маған хабарласады. Қай жерде кездесетінімізді өзім айтам. Ертең? Сағат нешеде? Жақсы. Жігіттер ақшаны қойып береді. Осы нөмірге хабарлассын. Менің туғаным. Аты Мико. Ну смотри. Алло. Қай қала дейсіз? Болды, түсіндім. Жақсы. Что там, братан? Басқа қалаға барамыз. Что, серьезно, что ли? А что, не серьезно ұқсайын ба не? Я угораю, братан. Кет. Походу, у нас деньги будут. Серьезно? Иди сюда. Вроде вообще. Мы подъехали. Давай. Салам алейкум. Вы от Орла, да? Ну, Со мной поехали. Салам алейкум. Уалейкум салам. Мико деген сен ба? Мен Мико. Ақша дайын ба? Шешіп жатырмыз. Но шакалдар қарыз ет. Сәл күтіңдер. Ыңғайсыз бол сендер. Берден ыңғайсыз бол. Қайда ақша? Брат,
өлтірсең де ақша жоқ. Кешір, брат, болмай тұр. Келісім бойынша ақша болмаса қалай болады? Брат, өлтірсең де не істеймін мен? Өзі болам өзіңе. Мен айттым, мен істеймін. Брат! Брат! Брат, керек! Брат, керек! Брат! Не болғанын көрдіңдер ғой. Келісейік. Күтіңдер. Болмаса мен сыйлы қонағым боласыңдар. Жігіттер қалған сүмелектерді іздестіру үстінде. Таба салысымен бетін бет, бұтын бұт қылып алып келеді. Алло. Я жолып тұрыңыз, бәрі дұрыс. Ақша. Алдық. Как? Точно все равно? Ясно, ясно. А ты, Адик, молодец. Красава. Рассчитался. Рахмет, Арал, братан. Халас. Ну что сидишь? Давай иди, не болей. Относись ко всему серьезно здесь. И походу была такая тема. Короче, эти немцы как понаехали, езжи в Москве. И там вышел бабуша мамушел. И океаны шипсы. Не болды? Тоқта, екі машина қосып бар. Давай, тормози. Тоқтайын.
Seni қатты сағындым. Мен тағы балбал. Әйгерім, бұның не? Мико, Адик енді оралмайды. Не айтып тұрсың? Әйгерім! Жоқ! Жоқ! Әйгерім! Әйгерім! Оятып қойдың ба? Мына киімдеріне не болған, қан ғой? Мал сойдыңдар ма әлде? Саған не болды? Мені бірінші рет көргендей. Жарайды, жуа салайын. Келе ғой, келе ғой. Қандай тәтті өзі. Ануардың ачу сасық қой. Вот тебе. Помню, как умер. Шай емес пе, маған? Canı. Ой. Мам. Мен үйленем. Келіндеріңізді бүгін алып келем. Бұл қайдан шыққан шешім? Сенің түлен тұртты ма? Ой, сүтімді ұмыт кетіпті ғой. Солай шештің. Ол қызды бұрыннан танисың ба? Әке шешесі бар ма? Беташарға дайындалыңыздар. Ешқандай дайындық жоқ қой. Апа. Қара телевизор. Көрем телевизор.
ойнаған, төбелесіп ойнаған, қатарымен бірігіп, қалай тойды тойлаған, үйленіп жатса қатары, үйде қалай жатады, айқайлап шулап келіп отырған, Мейірбектің қатары, достарына, құрдастарға мың сәлем, достарына, құрдастарға мың сәлем. Мейірбектің барша достарына, құрдастарына Келінжан, бір сәлем. Бетіңді ашқан ағаңман, әсем мәнге саламан, бетіңді ашып Келінжан, көрімдегімді аламын, соңғы сөзді сөйлейін, айтқаныңа көнейін, осы тұрған көпшілікке бетіңді ашып берейін. Аққудай келіннің бетін өзінің енесі, өзінің анасы кеп. Келіннің орамалын көтерсін, кәнекіздер қойыңыздар. Маңдайынан сүйіп қойыңыз. Ал, шашудан шашақ кәнекей. Ал, келінді ішке қарай алып кіре берсеңіздер болады, рұқсат сіздерге. Ал, енді үлкен ақсақаларымызды, апаларымызды дастархан басына жайғасуға шақырамыз. Ну что, Адик, есть желание мазь проверить? Конечно, братан.